көптеген ортада жүрміз ғой, воронка деп алдында айттық қой, мына воронка бүйтіп жоғары кеткен сайын мультимиллионер ағалар бар да, и сол кісілермен араласамыз, қастарында жүреміз, ақыл сұраймыз, өзіміз жайлы айтамыз. И сол кезде бір қызық болды да, Қытайда кака жүрген кезде соны Бауыржан ағадан сұрадым. Біздің кит деген ассоциация бар ғой, қауымдастық, соның директоры. Ол да мені өзіне жақын тартады да, Бауыржан аға, мен осы бір сұрақты зерттеп жүрмін деймін да. Не дейді да, неге мені мына ағалардың бәрі мега миллиардер крутой ағалар неге мені бауырына басады, неге мені олар жақын көреді, жақсы көреді дедім да. Осы сұраққа мен жауап іздеп жүрмін деп. Сөйтсем мен жауабын айтып көрейін дейді да. Маған қызық дедім, айтыңызшы дедім, неге сіз де мені жақсы көресіз, неге мені бауырыңызға басасыз? Енді аллаға сансыз шүкір, алланың берген нығметі шығар. Сөйтсем айтады, сен ашықсың дейді, сен всегда на исходящем потоке, адамдарға көмектескің келіп тұрады дейді, и энергияң дейді өте жоғары дейді. Энергияда адамға көзіне көрінбейтін волналар болады дейді. Жақсы энергияң болса, бізде де сондай энергияда ғой ағалар дейді да. И сол бір энергияларың сай келеді дейді. Егер де сенің энергияң жаман болып, тек жаман нәрсе айтып, жаман нәрсе ойлап жүрсең, энергияң сай келмейтін еді, олар сені жақындатпайтын еді дейді да. Енді прям рахмет, Алла разы болсын, бірақ приятно болды, прям рахаттандым ана сөздер естігеннен кейін. Жауабын алған сияқтымын.